сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ежелден халық 4 түлік малдың жағдайымен көшіп қонып, қыстау мен жайлаудың арасында түтін түтетіп өмір сүрді емес пе? О шетімен бұ шетіне 6 ай жүріп жететін кең даланы бізге көздің қарашығындай сақтап жеткізген де, мұра етіп қалдырған да әулие абыз, данышпан бабаларымыз. Сол кең даланың ана шетімен мына шетіне көшіп қонып жүріп, келін алып, қыз ұзатып, құда жекжат аттырып, күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық, қыз өрсің, ұл жемісің деп даналық сөздерін өмірдің өзекті шындығынан өрбіткен бабаларымыз не деген данышпан еді. Кезінде оңтүстік халқының жемітін желеп, жесірін жебеп, кедей кембағалының байлауға жетсе, күрмеуге жетпей жүрген жібін ұзартуға үлес қосқан үндемес байдың жастық шағындағы биік парасаттылығының бір көрінісін көпшілікке жеткізу мақсатында айтып отырмын. Малына сенген қарапайым қазақ астықты көбіне өзбектерден сатып алып отырған. Үйір малын күн жылынып көктем шыққаннан күн суытып қыс түскенше Ташкент, Самарқанд, Бұқара, Хиуа базарларына апарып сатып, айырбастап астық, кездеме, өрік, мейіз, керекті заттарын әкеледі екен. Үндемес әкесінің малын бірде Ташкентке сатуға алып бара жатады. Жолай далаға қонып, арасында күн райы бұзылса, елді мекенге қонып, базаршылар Ташкентке жақындап қалады. Ерте көктем кезі болса керек, жауын шашыннан қорғаған базаршылар алдарынан кездескен ауылға қонуды ұйғарысады. Базаршылардың үлкені есін білгелі үндеместің әкесімен малын сатып, керекті тіршілік атқаратын қария кісі екен. Жолда да, елде де, жерде де, елді мекен ауылда да жеті қараңғы түнде тауып баратын қасиетті болған. Қырдан асып түсе бергенде алдарынан жұпыны шағын ауыл кезікті. Бұрын бұл жерде ерте көктемде ауыл болмайтын, шамасы қыстап шыққан ауыл сияқты. Ауыл сыртында азғандай ірі қара мал, азуын аулап, қой ешкілер жүр. Базаршылардың басшысы қария үндемеске қарап, "Мына ауыл кімнің ауылы екенін анықтау керек" деді. "Қалай анықтаймыз?" дейді үндемес. "Қазір көресің, ол өте оңай шаруа" деп, қария атын сипалап қамшы салып, озыңқырап оқшау шығады. Ауыл шетінде қой қаңырап жүрген ересек баладан ауылдың кімдікі екенін сұрайды. Балам, қай туғанға жатасыңдар?" деді қария тақылдап тұрған балаға сүйсіне қарап. Қария өзінің руын айтып, баламен танысып, өзімен тең кісідей сөйлеседі. Ташкентке мал айдап бара жатқандарын, осында қонуды ұйғарып келе жатқандарын айтып келеді. "Сендердің ауылдарыңа біздің елдің қыздары жоқ па?" деп балаға мейірлене қарайды. Сәл ойланып тұрып бала, "Жақып көкемнің үйіндегі жеңешем сіздердің руларыңыздан, себебі жеңешемді Түркістанның қызы деседі. Содан соң өмірі төркіні іздеп келмеген. Сіздер іздеп келе жатсыздар ма?" дейді. "Төркіні іздеп келмегенін сен қайдан білесің? Менің 2 жеңешем бар. Солардың төркіндері келгенде Жақып көкемнің үйіндегі жеңешем жылапты. Оны әйелдер қазаннан ет сүзіп алып астауға салып жатқанды айтқан. Әйелдердің сөзін тыңдап жүрсің бе?" дейді үндемес. "Жоқ, мен тыңдайтын дегенім жоқпын. Олар ет салған астаудың көтерісуге мені шақырған. Мен Жақып көкемді де, жеңешемді де жақсы көретін едім. Жеңешемді біртүрлі аяп кеттім. Төркіні жоқ деген соң. Біз жеңешеңнің төркініміз" деген сөзді қария кісі айтып, "Мақұлдайсың ба?" дегендей үндемеске қараған сол, бала ауылға қарай қонанын қамшылап, "Сүйінші" сұрауға шаба жөнелді. "Қап әттең-ай, мына бала бүлдіретін болды-ау" деп шал мен үндемес сұраулы жүзбен бір-біріне қарасып қалды. Үндемес қырдың арғы жағындағы малды жүре жайып, базарға айдап келе жатқан малшыларды осы жерде тосалық дейді қария. Малшылар өздері малды тойдырып келе береді. Күн кешкіріп қалды. "Намазды ауылға барып оқымасақ қаза болады" дейді қария. Ана шауып бара жатқан бала сүйінші сұрап, көмкеліп жанның жүрегіне қуаныш сыйлап, қуантар мекен, жоқ болмаса жүрегім бордай өзгермекен. "Баламен балаша сөйлескеніңіз ұят болды-ау" дейді үндемес. Ауылға қарай торы төбелді құнанға мінген бала шауып барады. Артына бұрылып қарап қояды. Ауылдың 1-2 иті үріп баланың алдынан шығып, біресе баланың үзеңгісіне ұмтылып, біресе алдын орай шауып, біресе қабаттаса шауып барады. 2 итпен шауып келе жатқан құнанға мінген баланы көрген ауылдың өзге иттері де шәуілдей үріп, үйлерінің маңында өзіміздің пәленше ғой" дегендей қалып жатыр. Бұл көріністерді көріп келе жатқан үндеместің жүрегінде шаншудай болған бір сұрақ. "Төркініне өмірі іздеп келмеген жеңешемді сіздер іздеп келе жатсыздар ма?" еді. Сүйінші сұрап,
Құнанның қамшылап келе жатқан бала ауылдағы арғы басындағы үйдің алдына жеткенде үйден жас әйел жүгіріп шығып жалт бұрылып үндеместер келе жатқан жолға қарап үйіне асығып кіріп кетті. Құнанмен дүрсілдей шауып сүйінші жеңеше сүйінші дегенді естіп ауылдың бала шағасы қатын қалаштары есіктердің алдында жүгірісе шығады. Жарамды жақсы ат мінген кісілерге аңтарыла қарап қалған ауылдың тұрғындары есіктерінің алдында ербиіп кейбіреуі көз сала қарап тұр. Құнанды баланың сүйінші сұраған үйіне беттеп бара жатқан қонақтарды көздерімен шығарып салған ауыл тұрғындары есіктерінің алдында әлі тұр. Кенет шеткі үйді жас әйел асығып шығып аттылы кісілердің жақындап қалғанын көріп, сәл кібіртіп тұрып, базаршылардың басшысы шалға қарай адымдай жүріп келеді. Шал да апыл-тапыл атынан түсіп, қарағым деп жас әйелдің маңдайынан иіскеп айналайын деп жатыр. Үндеместе артынан іле-шала түсіп шалмен көрісіп тұрған жас әйелге жақындай келе көрісіп, амандасып маңдайынан иіскеп, жауырыннан қағып, ағалық танытып жатыр. Сол екі арада үйден кемпір шал қабаттаса шығып, құдалар келіп қалған екен ғой, әй қайсың барсың? Құдаларды аттан түсіріп те алмағансыңдар ма? Деп шал айқайға басып ауылдағылардың қылығын киіз білдірді. Өз таяққа сүйеніп әрең тұр. Сүйінші сұрай шапқан бала екі аттың шылбырын алып жайғастыруға беттеді. Жұпыны ескі киіз үйдің иесі шал бастап кіріп, ал құдалар төрге отырыңдар деп елпілдеуде. Төрге жайғасқан соң үндемес үйдің ішіне барлай қарап, базаршылардың басшысы шалға іштей ренжіп отыр. Себебі сырты қандай жұпыны болса, іші де сондай жұпыны. Үйлері қонақты күтуге қысылатыны аян анық. Лезде ауылдың үлкен кішілері құдаларға бірінен соң бірі келіп сәлемдесуде. Кексе кәрі әйелдер де келіп құдалармен сәлемдесіп кетіп жатыр. Біреулері сұраулы пішінде құдаларға, біреулері таңдауда, біреулері қызға, біреулері немқұрайлы селқос қарап амандасып отырып жатыр. Кейбір әйелдердің еріндері жыбырлап, кейбіреуі бір-біріне сыбырлап, еріндерін сылп еткізіп, ауыздарын бірінің құлағына тақап бірдеңелерді айтуда. Құдаларым келді деп мәз-мейрам болып отырған кемпір шал абыржып отыр. Күйеу балдарыңыз көрші ауылға кеткен еді, келіп қалады деп сөзін аяқтамай жатып, құтындаған бір жігіт, ағамыз қайын жұртының келетінін қайдан біледі, көріп кел болмаса, бұл кісілердің күйеу баласы менің ағам, деп төрдегі құдаларға қулана қарап қояды. Я, оның рас, құда бала. Айдың күннің аманында көктен түскен қай құда деп отырған сияқтысың. Біз Ташкентке базаршылық мал айдап бара жатқан едік. Осы ауылда қызымыз бар болған соң аттың басын бұрып, есендігін біліп кеткенімізді несі айып екен, деді базаршылардың басшысы. Осы сөзді күтіп отырған құтындағы жігіт, дұрыс құда, дәулетті кісілер екенсіздер. Осы жеңешеміздің келгеніне 10 шақты жыл болды. Әлі күнге дейін төркіндер іздеп келмеген еді. Ғайыптан пайда болған төркіндеріне таңдана қарап отырғанымыз рас, деп ерсілеу мырс етіп күлген болды. Сол сәтте төркіні келген жас әйел дастарханға жая бастады. Ендеше Түркістаннан шаршап шалдығып жеткен құдалар, қарындасымыздың аты кім еді? Осы адасып келген жоқсыңдар ма? Деп құдалардың жүзіне барлай қарады. Сұрқияланды жігіт. Базаршылардың басшысы қария шал орнынан қозғалып көбежектей бастағанда, дастархан жайып болған жас әйел оң қолымен құлағының сырғалығын екі саусақпен сауа ұстап, нарттай қызарып төмен қарайды. Бұл көрініс қас қағым сәтте өтеді. Осы көріністі аңғарған үндемес, я құдалар, елде жүргенде қарындасымызды еркелетіп, сырғаш, сырғалым, сырғакүл, сырғажан, сырғалы ай дейтін едік. Жақсы елге келген келін, пәтуасыз елге келген келін, келсап деген. Сіздерге келген кім болғанын өздеріңіз білесіздер дегенде, әлгіден бері түсі құлпырып, сұрқияла малдансынып отырған жігіт, кешіріңіздер құдалар, жай әшейін жолдан өткен жүргіншілер ғой, деген едім. Күні жоқ, мұңлы келіншек қайнысының қылығына ызалана булығып, өксіп-өксіп жылап жіберіпті. Келіншектің шын аты Сырғакүл екен. Бұл көрініске куә болған әйелдердің біреулері әлде байқұс-ай деп ауыздарын сылп еткізсе, біреулердің көңілдері босап, жалауықтарының ұшымен көздерін сүртіп, Сырғакүл-ау, түркінің бар екен ғой, десіп, әйелдер жағы көңілдене түсті. Осының бәрін көріп сезіп отырған үндемес, Сырғакүлдің жан дүниесін түсініп, оған базарға айдап бара жатқан малының маңдай алдысы боталы түйені сауып ішсін қарындасым деп беріп кетеді. Базардан қайтарында ата-енесіне, бала шағасына Сырғакүлдің өзіне киімдер, қант шай, өрік мейіз, тарту
таралғанда Сарыағашты төркініне жіберіңіздер, аунап-қунап төркініне барып қайтсын деп кетеді. Сырғағұл кедей жесір кемпірдің жалғыз қызы екен, ағайын туысы да кембағал жан болыпты. Көп ұзамай Сырғағұл төркіндеп келеді. Сырғаш келді деп төркіндегі елді жинап той жасаған үндемес. Көп ұзамай Сырғағұл төркіндеп келеді. Сырғаш келді деп төңірегіндегі елді жинап той жасаған үндемес. Сырғашқа деп жасау жабдық, еншісіне 4 түлік малдың мол, ине жіптің жаңа шыққан ақ отау беріп енші береді. Үндеместің ары белі мал сатуға өткен базаршылары хабар алып қарасып тұрады. Қыздың жаманы атқа шөп салар деген, қыз мұңлық, жат елге қыз бен қой кетеді деген. Қыз қырдағы қызғалдақ, олардың жаны нәзік. Төркінім бауырым деп бүйректері бөлініп, жүректері езіліп тұрады. Қыз тілеулес, қамқоршың. Алысқа сапарға шықсаң, барар жерің болмаса, сол елден рулас қыз тапсаң, құдамын деп барған қазақты құдайдай күтетін қазақпыз ғой. Сондықтан қыздарды сыйлаңдар, олар нәзік жүректі жандар. Қыз қартайса да 100 жасап немере шөбере, шөпшек көрсе де төркініне қыз. Біреуге жар, біреуге ана. Пайғамбарымыз ананы сыйлаңдар деген. Қыз өрсің, тілеулесің, қамқоршың. Қызды налытпау керек. Сырғаш қыз бір төбе, өзімен туыстас қыздардың бәрін жиылып бір төбе. Сырғашты сыйлаңдар деген екен туыстарына.